Роберт қуыршағы. Роберт Уиджен Отто, теңізші костюміндегі балаға ұқсайтын Роберт қуыршағының алғашқы иесі. Олардың арасында ерекше байланыс болған, тіпті қорқынышты байланыс десек те болады. Уиджен үйдегі барлық сәтсіздікпен қорқынышты нәрселердің барлығы Роберттің кесірінен болады деп сенген. Қызметшілердің айтуы бойынша Уиджен өзінің бөлмесінде отырып ұзақ уақыт бойы қуыршағымен сөйлесетін болған. Және ең сорақысы, бөлменің ар жағында ер адам оған жауап беретін болған. Тіпті есейген күннің өзінде Уиджен өзінің қуыршағын қасынан тастамайтын болған. Және онымен үнемі адам ретінде диалог жүргізеді. Уидженнің қайтыс болғаннан кейін үйде түрлі оқиғалар бола бастайды. Түсініксіз жағдайлар, тіпті Роберттің кейбір қозғалғандарын да байқаған. Тіпті қуыршақты мұражайға қойғаннан кейін де ол қозғалыста болмасын деп оны шыны тәріздес қорапқа қамап қояды. Туристер келген кезде түсініксіз жайттар көп болған. Жарық сөніп қалу, фотоға түсірер кезде одан міндетті түрде Роберт, біз сені фотоға түсірсек болады ма деп туристер рұқсат сұрау керек екен. Себебі ол рұқсатын бермеген жағдайда, немесе ол жағдай айтылмаған кезде фотоаппараттың вспышкасы істемей, немесе жарық сөніп қалатын болған. Бұл белгісіз жағдайлардан кейін туристер де, мұражайдағы адамдардың барлығы да бұл қуыршақ сәтсіздік әкеледі деп қорыққан.